Ассаламу алейкум, қайырлы күн, қайырлы кеш, құрметті достар. Қалдарыңыз қалай? Сіздермен тағы да Шерзат Мұратович бүгін прямой эфирде. Бүгін прямой эфирде сіздермен бір аянышты, бір сондай бір тақырыпта сөйлескім келіп отыр. Себебі қазіргі таңда біздің мына ескі метод бойынша, именно бизнеста ескі метод бойынша мына продукцияны сатып алу керек, продукцияны адамдарға айту керек. Мысалы, продукциясыз ешқандай бизнес құрып болмайды деген сияқты, обязательно продукция сату керек, продукция предлагать ету керек деген мен көп деген осы біздің ескі методта жұмыс жасап жатқан адамдардан көп естіп жатырмын данный момент. Сондықтан сіздерге бір айтарым, қазір просто так өздеріңіз жай ғана алдамаңыздар. Себебі қазір сетевой бизнеста результат шығарып жатқан, мысалы офлайн бизнеста сетевойды офлайн атқарып отырып, именно содан результат шығарып жатқан адамдар бар. Мен онымен келісемін. Бірақ та сіздер қазір данный момент осы офлайнда результат шығара отырып, именно болашақта келе жатқан, жаңадан қосылып жатқан, мысалы, білмеймін, ол заинтересованный ма бизнесқа, әлде не заинтересованный ма, ол жағын мен маған қараңғы. Бірақ та сондай адамдарды да сіз өзіңіздің бұрынғы методыңызға шақырумен қазіргі таңда қаншама адамдарды өзіңіздің командаңыздан жоғалтып жатырсыз. Не үшін біз сетевойда тек қана продукцияны айтуымыз керек? Не үшін сетевойда біз адамды отқызып алып, жарты сағат, бір сағат оның миын ашытып, оған қызық емес нәрсені айта беруіміз қажет? Потому что бізге солай үйретіп жатыр біздің жоғарыда отырған спонсорлар. Дұрыс қой, Именно, мысалы, сізге жай ғана қарапайым адам келді, оған мүлдем сетевойдың продукциясы, сетевойдың системасы, мысалы, вообще-то қызық емес. Сіз одан вообще-то сұрадыңыз ба? Саған именно керек па бұл нәрсе? Сен қалайсың ма именно осы нәрсені, Осы жүрегің қабылдай ма бұл нәрсені? Біз сұраған жоқпыз ол нәрсені. Оны амалдап шақырғанымызға мәз боламыз офисқа. Шақырғаннан кейін не істейміз? Оған постоянно сол продукция пихаем, постоянно сол маркетинг план пихаем, әйтеуір сол бәрін пихать етіп, әйтеуір сондай бір адамдарды өзіміздің бизнестан қашырып бара жатқан жолдарымыз бар. Достар, давайте так делаем. Адамдарды ешқашан продукцияға, компанияға бола шақырмаңыз. Мақсатыңыз адамды тек қана ол тіркеп алу емес. Мысалы, маған көп айтушы еді, менің командам айтушы еді, мысалы, давай адамдардың шақыр, әйтеуір регистрацияны өткізіп ал, ары қарай көресің, істесе істесін, істемесе жоқ. Вот так нельзя, ребята. Мысалы, сіз адамды, мысалы, ол продукция алып жатыр, қолына товар алып жатыр, оған мен келісемін, разговор жоқ. Бірақ та не істейсіз, ол просто так, ол регистрацияны, мысалы, просто так регистрация жасадыңыз, ол тіркеле салды, ол қолына 5-6 товар алды, білмейсіз, ол ары қарай істейтін адам ба, істемейтін адам ба, вообще-то, ол сіздің кандидатыңыз ба, кандидатыңыз емес па, оған ол нәрсені қызықтырып жатқан жоқ қазіргі таңда адамдарды, мысалы, өздерінің, мысалы, көз қарастары болу керек бұл бизнесқа. Яғни, кішкене болса да өмірімді өзгертемін. Бұл бизнестен мүмкіншілік көру керек ол адамдар. Түсініп отырсыз ғой, Значит, сіз бұл адамдарға ақша табудың жолын көрсетуіңіз керек. Ақша табудың жолын. Не үшін біз, былайша айтқанда, продукцияны айта береміз? Продукцияны, мысалы, айтсаңыз, пожалуйста, бір магазин ашыңыз да, сол магазинға қойып сауда жасай беріңіз, пожалуйста. Просто так өзіміздің, мысалы, қазір таңда адамдар офлайнмен жұмыс жасап, командаға адам қосып жатыр. Бірақ қосылған адам біраз уақыттан кейін ол шығып кетіп жатыр да, орнына жаңадан бір адам қосылып жатыр. Мысалы, ол неліктен болып жатыр? Не үшін стабильный адамдар жұмыс жасамай жатыр? Потому что уже, былайша қарасаңыз, метод, система, именно біздің істеп жатқан системамыз адамдарға ұнамайды. Басына кішкене қызығушылықпен, әлде болмаса көз қимастықтан, мысалы, сіздің жақын досыңыз, туысыңыз, или болмаса бір жақыныңыз, мысалы, тіркелді, сізді көз қимастықтан, қойшы осыны айта берді ғой, тіркеле салайыншы, әйтеуір істемеймін ғой, қолыма затымды алам деп. Мысалы, сізге ол не пайда? Мысалы, дұрыс қой, ол не пайда? Именно біз қазір онлайн бизнес құрып жатқан кезде,
онлайнда сіз ешқандай продукция туралы айтпайсыз, ешқандай маркетинг план туралы айтпайсыз, ешқандай компанияның қожайын мақтамайсыз, компанияны мақтамайсыз. Бұл жерде тек қана сіздің адамға көмек беруіңіз қажет. Сіз адамға қандай көмек бере аласыз, именно сол нәрсені көрсетіңіз. Адамдар сол нәрсені сізден көрсін. Именно сол сіз айтып жатқан контенттен, сіз айтып жатқан пайдалы ақпараттан адам өзіне керегін алатындай. Именно содан бір пайдалы өмірінің өзгеруіне, әлде болмаса айналасындағы адамдардың өзгеруіне бір өзінің бір септігін тигізетін, бір мықты сондай бір ақпараттармен бөлісіңіз, чтобы адам всегда сізді жоғарыда көрсін, жоғары ступенде көрсін, сізді компанияны емес, продукцияны емес, ешқандай маркетинг планды емес, просто сізді жоғары ступенде көрсін, жоғары дәрежеде көріп отырсын. Ол сізді постоянно, ол мысалы сіз бәлкім ертең білмейсіз, осы компанияда істеп отырып, қай компанияда істесеңіз де, может 5 жылдан кейін басқа компанияға өтіп кетуіңіз мүмкін. Сол кезде де именно сол адам сіздің артыңыздан жүретіндей, чтобы ол сіз үшін ғана осы командада, осы компанияда жүретіндей, егер адамдарға сондай бір мүмкіншілікті көрсете алатын болсаңыз, вот это настоящий это современный бизнес. Қазіргі заманауи бизнес осылай болады. Егер де постоянно мысалы көшеде раздавашка тарат, список жазып кел, бар адамдарын шақыр, оларға звонда, бар үйіне бар, офисіне бар, жұмыс жеріне бар, давай, не сен адам жоқ жерде тұрсын ба, не сен шөлде тұрсын ба, тауда жасаватсың ба, айналаңның бәрі адам, шық холодный контактқа, давай. Олай болмайды. Қазіргі таңда ондай деңгейден адамдар не істеп жатыр? Адамдар қашып жатыр. Егер де біз осы стильді постоянно адамдарға айта беретін болсақ, көрсете беретін болсақ, бізде жаңалық жоқ. Мысалы қараңыз, сіз бүгін нан алдыңыз, свежий лепешка, мысалы бұл лепешка алдыңыз, ол лепешка мысалы кішкене жедіңізді, жартысы қалды 5 күн, бір аптадай. Бір аптаның ішінде ол не болады? Ол қатып қалады ол нан. Сіз бір аптадан кейін ол нанды барып жемейсіз ғой, сіз жаңа нан аласыз ғой, дұрыс қой. Сондықтан не үшін біз жаңадан қазіргі системаға, не үшін жаңа метод, жаңа технология қарай біз не үшін өтпеске? Не үшін біз команданы соған үйретпеске? Не үшін біз ескі школа, ескі мектеп, сол бұрынғы баяғы, сол 50-ші жылда басталған нәрсені біз 2019 жылда қайталауымыз керек. Осылай маған қаншама адам қазір таңда жолығып маған сұрақ беріп жатқан кезде, именно не үшін қазіргі адамдарда бизнеста результат болмай жатыр дейді. Болып жатыр кейбір адамдарда, мысалы 99% адамда результат жоқ. Мүлдем результат жоқ. Олар бұл сетевой бизнесқа адам 3 мақсатпен келеді. Ең главный 3 мақсат. Біріншісі ол ақша, екіншісі ақша, үшіншісі ақша. Все, басқа ештеңе емес. Мысалы, сіз $1 миллион тауып отырсаңыз, келіп сетевой бизнесте жұмыс жасамайсыз никогда. Сізге ақша маңызды. Бұл жерде сіз действительно бір результат шығаруыңыз керек. Шынымен ақша табатындай бір мүмкіншілік көруіңіз керек. Не үшін сіз барып көшеге шығып, біреуге жалынып, біреудің артынан жүріп, жаңағыдай біреуге приставаться етіп, біреуге жаңағыдай бизнесті впаривать етіп, не үшін біз солай жасауымыз керек қазіргі заманда? Енді бұрын интернет болған жоқ, YouTube болған жоқ, Instagram, Facebook деген нәрсе мүлдем болған жоқ. Бұрын амал жоқ, адамдар не істеді? Дәл солай істеді. Көшеде раздавашка таратты, үйіне барды, шақырды, көрсінің есігін тақылдатып, мен информация бар, тыңды. Дәл солай өмір сүрді, дәл солай бизнес жасады бұрынғылар. Потому что басқа выход болған жоқ. Ал қазір 2019 жылда айналаңыздың бәрі мүмкіншілік. Не үшін бір сетевойды біз соншалықты жеңілдеу қабылдауға, именно адамдардың өздерін қызығушылығымен келетіндей бір өзіміз бір жүйе ойламаймыз. Не үшін сондай системаны жаратып шықпаймыз? Не үшін соған әрекет жасамаймыз? Постоянно ескі метод. Қазір адамдарды былай қарасаңыз, ақшасы бар адамдар Жигули айдағысы келмейді ғой, дұрыс па? Олар иномарка айдағысы келеді. Иномарка. Сондықтан бизнес жасайым деген адамдар мықты современный метод қалайды. Оларға бұрынғы методты бере беретін болсаңыз, олар жұмыс жасамайды ол методпен. Түсіндіңіз ғой, именно сол бизнес керек па, ақша керек, өмірін өзгерту керек. Бірақ та оларға интернет арқылы возможность, мүмкіншілік көрсету керек. Потому что интернет арқылы это просто и удобно.
қазіргі заманда. Мысалы сіз интернет арқылы егерде сетевой бизнесті жасайтын болсаңыз, сіз свобода не екенін сол кезде түсінесіз. Ал қазір сіз офлайнда жұмыс жасап отырып, ойламаңыз мен свободный адаммын деп. Свободный адам қайда ол? Сіздің миыңызда тек қана адам іздеу. Қайдан адам тапсам, кімнен номер алсам, кімге звондасам, кімді офисқа шақырсам, сіздің миыңыз тек қана сонымен ғана зомби болып жүр қазір. Ал онлайн бизнес құрған кезіңізде, онлайнда сіз мүлдем адам іздеу туралы ойламайсыз. Адамдар өздері сізге келетін болады. Адамдар өздері сізге жазатын болады. Пожалуйста, мен сенің бизнесіңмен қызығып отырмын. Мен не істеуім керек? Мен сенің командаңа түсуім үшін не жасауым керек? Менің істейтін тірлігім не? Қайда ақшамды салайын мен? Дәл осылай ұсыныстар, вот это сетевой бизнестің қазіргі заманауи көрінісі осылай болады. Түсінікті ғой, достар. Сондықтан мен просто сіздерге жаным ашығандықтан, жаңағыдай шынымен де сіздерге бір қандай да болсын бір көмек бергім келгендіктен айтып жатырмын бұл нәрсені. Өйткені мен басымнан өткіздім барлық нәрсені. Барлығы өтті менің басымнан. Ол холодный контактта, ол холодный звонокта, мысалы, раздавашкада, мысалы, көшеде жүрген жерінде, мысалы, мен не тараттым, визитка тараттым. Қазір визитка это не современный метод. Визитка деген нәрсе бұл қазіргі таңда ескі методқа жатып жатыр ол. Біздің визитка қазір Instagram, Facebook, YouTube. Вот, пожалуйста. Сіздің бүткіл данныйыңыз Instagram'да, Facebook'та, YouTube'та тұру керек. Егерде сіз бизнесті через интернет мықтылап тұрып құрамын десеңіз, сіздің данныйларыңыз бәрі сол жерде тұру керек. Адам сол сіздің типа ссылкаңызды ала отырып, сіздің ссылкаңыз арқылы кіріп, сізмен полный танысатындай мүмкіншілік беруіңіз керек адамдарға. Вот сол кезде ертең адамдар сізбен жұмыс жасауға асығады. Сізден қашпайды, наоборот, сізге келеді адамдар. Түсінікті ғой, Вот это современный метод. Современный методта ешқандай продукцияны айтып қажет жоқ. Ешқандай маркетинг планды айтып қажет жоқ. Ешқандай компанияны мақтап, компанияның қожайынын мақтап айту қажет емес. Тек қана сіз өзіңіз мықтылап мүмкіншілікті көрсетіңіз. Мықтылап бизнесті дайындаңыз. Мықтылап ол адамға түсінікті материалдар дайындаңыз. Контенттер дайындаңыз. Пайдалы ақпараттар дайындаңыз. Чтобы ол адамның көңілінен шығатын, чтобы ол адамға шынымен де сол ақпаратыңыз қажет екенін ол адам сезінсін. Вот сол кезде бизнес болады. Вот сол кезде сіз свобода не екенін білесіз. Потому что сіз через Instagram істейтін тірлігіңізді істейсіз, ары қарай полностью свободный адамсыз. Адам іздеу емес. Біз адам, мы не ищем людей, а мы создаем партнеров. Мы создаем. Түсінікті ғой, Былайша айтқанда, орысшасын айтқанда, мы не ищем, мы создаем. Вот, пожалуйста, біз солай жасауымыз, біз таңдауымыз керек өзімізге қажетті адамдарды. Біздің кандидат па ол, біздің целевая аудитория ма, оның шынымен де мақсаты бар ма, шынымен де жаңағыдай әрекеті бар ма, ол жауапкер адам ба, жауапкершілігі мол ма, тәртіп, дисциплина деген мықты ма ода, ол жаңағыдай айтқан сөзінің үстінен шыға ма, былайша айтқанда, Вот сондай адам бізге керек. Бұндай адамдар 5 жұлдызды адамдар деп аталады. Ал қазіргі таңда жалып жасайтын, біреуді мысалы кінәлі ететін, мысалы жаңағыдай жылай беретін, адам жоқ, не істеймін, қолымнан келмей жатыр деп өзінен өзі маңырап жата беретін адамдар, бұлар 3 жұлдызды адамдар. Бізге ондай кандидаттар қажет емес. Сетевойда сіз өзіңізге керекті адамды қосыңыз. Пайдасыз, ол сіздің ешқандай целевой аудиторияңыз емес па, керек емес бизнеске қосып. Керек емес. Сіз тек қана күніне 2-3 кездесу через онлайн сондай мүмкіншілік жасаңыз, чтобы оны қалай жасау керек, оны обязательно через Instagram. Через Instagram платформа, через платформа Instagram арқылы біз именно солай жасаймыз, чтобы адамдар через Instagram бізге заявка тастайтындай болу керек. Адамдар өздері қалау керек бізбен бизнес жасауды. И бесплатный консультацияға келу керек адамдар. Вот сіздің күнделіктегі сізге келетін 5-10 заявкіден сізге 2-3 консультация келеді. Күніне. Аптасына сіз 10-15 консультация өткізесіз, айына, мысалы, сіз уже 40-50 консультация. Ал бір айда сізге жоқ дегенде 10 партнер. 10 партнер регистрацияны өтеді. Вот это 10 партнер, они 5-звездочные люди. Олар 5 жұлдыз адамдар. Именно олар 2-3 айдан кейін үлкен товарооборот жасайтын адамдар. Вот именно олар. Ал сіз бизнесқа қосқаннан кейін оларға через онлайн қалай жұмыс жасау керектігін міндетті түрде үйрету керексіз.
Оларды шақырып алып, тағы да өзіңіздің бұрынғы жаңағыдай ескі методыңызды оларға пихать етпеңіз. Бұрынғыдай список жаз, звонда оларды шақыр деген нәрсе қажет емес. Тек қана через онлайн жұмыс жасайтындай мүмкіншілікті біз көрсетуіміз керек. Достар, вот бүгінгі сіздерге беретін ақпаратым осы. Тек қана офлайн, мысалы офлайнды істеу керек, ол дополнительно. Ол кезде де сізге ұнаған адаммен офлайн жасаңыз, офлайн встреча жасаңыз, ұнаған адаммен. Егер де сізге ұнап жатса, сіздің былай қарағанда сөздері, оның жүріс тұрысы, действительно сізбен бизнес жасайтындай адам болса ғана сіз офлайн кездесіңіз ол адамдармен. Ал атак тек қана онлайн. Офлайн бізде как дополнительно, ал онлайн бізде основной бізде онлайн система. Сол үшін онлайнда қалай істеу керек, не істеу керек, қалай призыв жасау керек, мысалы, именно инстаграмда, мысалы, солардың бәрін үйрену керек. Мысалы, қазіргі таңда үйретемін деп жатқан адамдар өте көп. Ақшаға болсын, тегін болсын, ол сіздің өзіңізге байланысты. Сіз бүгін тек қана көзіңіз офлайнда істеп жатқан спонсордан басқаны көрмейтін болатын болса, онда сіз ешқашан онлайнға өте алмайсыз. Мен спонсорларыңызды құрметтемеңіз демеймін, құрметтеңіздер. Офлайнда істеп жатса да құрметтеңіздер, потому что олар сізге сетевойды көрсеткен адамдар. Бірақ та тек қана сол системамен ғана өмір сүру керек, сонымен өліп кету керек деген әңгіме емес. Сіздің өзіңіздің де дүние қарасыңыз болу керек. Өзіңіздің де былайша көз қарасыңыз болу керек бизнесқа деген. Өзіңіздің жүйеңіз, өзіңіздің системаңыз болу керек. Оны создавайте. Құрыңыз ол бизнесті, ол системаны, ол жүйені. Ол өзіңізге байланысты. Үйреніңіз, сұраныңыз. Адамдардан онлайнмен кім жұмыс жасап жатыр? Пожалуйста, шығыңыз связға. Солармен сөйлесіңіз, мысалы. Мен мысалы онлайнды бастаған кезде Украина, Москвадағы мықты сетевиктерге мен прямой инстаграм арқылы личкаларына шығып жүрдім, мысалы. Қалай жасау, несі жасау? Олар, пожалуйста, олар айтып жатыр, кішкене өздерінің несін көмегін береді, бірақ та міндетті түрде мына системаның ішін, мына негізін, өзегін білу үшін сіз обязательно ақша төлеуіңіз керек. Вот сол кезде ары қарай уже үйренесіз. Оларда мысалы сізді итермейді, бар, маған керек емес, мен саған үйретпеймін. Мысалы, сіз басқа компания, ол басқа компания болса да разница жоқ. Қазіргі мықты онлайн сетевиктер сізге көмек береді, ол сіз қай компанияда болсаңыз да. Сондықтан, достар, егер онлайн бизнес құрам деген ойларыңыз болатын болса, міндетті түрде керекті адамдардан сұраңыздар. Ондай адамдар өте көп, ол тек сізге байланысты. Менің қолымнан келмейді екен, бәрібір онлайн істей алмайды екенмін, офлайнмен жүре берем десеңіз, пожалуйста, өз қалауыңыз. Ешкім сізді мәжбүрлемейді қазіргі таңда. Сондықтан, онлайн бизнес бұл удовольствиемен жасайтын бизнес. Онлайн бизнес это как шоу-бизнес сияқты болады. Онлайн бизнесті сіз онлайн ретінде жасайтын болсаңыз, как шоу-бизнес. Шоу-бизнесті білесіз өзіңіз? Актер, актриса, әншілер, олардың бәрі шоу-бизнесте жүр. Сізде дәл солай развлекация қыласыз, солай сізде эфирге шығасыз, солай сізде телевидениеға шығасыз, интернетке шығасыз, ютубқа, инстаграмда жүресіз. Айналаңызда адамдар бәрі солай болады. Вот это шоу-бизнес. И MLM бизнесте дәл солай болады. Сондықтан онлайнды егер міндетті түрде меңгеретін болсаңыз, ешқашан өкінбейсіз. Сіздермен Шерзат Мұратович болды. Көріскенше сау болыңыздар. Пока-пока.